Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қысқа көкөністерді қатыруды көрсететін боламын. Менің историямды қарасаңыздар, мен осындай қызанақтарды қатырып қойып, қараңыздар, со күйі тұр, иә. Бұны осылайынан мұздатқыштан алған күйі сорпаға салып жібересіздер. Алып, қойып, кейін пайдаланбайсыздар, өйткені былжырап кетеді, иә, езіліп. Балдар істейді солай. Қараңыздар. Бәрі қатырылған. Жуып, жақсылап, турап, кептіріп, осындай арнайы пакетиктерге салып, мұздатқышқа салып қоясыздар. Болды. Балғын күйінде қолдана бересіздер. Мынау ас көк. Сорпаға салған кезде дәмі өте керемет шығады. Жаздағыдай балғындығын сақтап тұрады. Ал мына қызанақтарды турап салған болатынмын. Пицца жасағанда, тағы да басқа кез келген тағамдарға қолдана береміз. Барлығы осылайынан свежий күйінде сақталып тұрады. Осындай арнайы пакетикке салып, морозильникке қойып қоясыздар. Біреуін сіздерге қазір көрсететін боламын. Қызанақтарымызды жақсылап жуып алдық. Енді құрғатып, жеке-жеке сүртіп шығамыз. Яғни су болмау керек. Барлығын осылай сүртіп шығамыз. Құрғатып сүртіп алдым. Енді арнайы мынадай пакетик қолданамыз. Немесе кез келген кәдімгі салатынға салып та қатыруға болады. Мынаның аузы жақсы жабылады. Мен бұны магнумнан сатып алған болатынмын. Осыған құрғақ қызанақтарымызды саламыз. Аузын жақсылап жауып, морозильникке салып қоямыз, болды. Сонымен морозильникте бұл қатып сақталып тұра береді. Кез келген уақытта алып, сорпаларға қолдана бересіздер.